Маңғыстау ауданында егін шаруашылығымен айналысу кәсіпке айналған. Солардың бірі жеке кәсіпкер Марат Бөтебаевтың Салауат шаруа қожалығы. Халықты жергілікті өнімдермен қамтамасыз етіп отырған кәсіп иесі туралы келесі бейне материалда. Марат Бөтебаев 30 жылдан бері егін шаруашылығымен айналысып келеді. Самал жайлауын 18 жыл бұрын жалға алған. Қазір иелігінде 7 гектар жер бар. Қияр, қызанақ, орамжапырақ, болгар бұрышы, кәді мен тағам шөптерінің түрін өсіріп отыр. Алма, алмұрт пен өрік те жайқалып тұр. Сондай-ақ жеке шаруа қожалығы мемлекет тарапынан көмек те алып отыр. Кәсіпкер 6 жылдан бері тамшылата суару әдісін қолға алған. Агросервистен мына тамшылата суаратын құралғылар алдық. Дамудан соның өзінің көмектері болды. Өте жақсы құрал, түсіне біліп, орната білсе, су жөнді де, удобрение, тыңайтқыш жөнді де, үлкен жеңілдік несі болады, пайдалылығы да, және өнімді көп беретін жағдайында да. Қазір Маңғыстау ауданы бойынша 196 гектар жерге егін егілсе, оның 133 гектарына осы тамшылата суару тәсілі қолданылады. Ал аудан әкімдігі тарапынан шаруа қожалықтарына қолайлы жағдайда қарастырылған. Егін шаруашылығымен айналысып отқан шаруа қожалықтардың бәріне де үкімет тарапынан 50% жеңілдікпенен тыңайтқыш алып береміз. Тыңайтқыш құнының 50%-ін үкімет субсидия есебінде төлейді, 50%-ын шаруа қожалықтың өзі төлейді. Осы 27 шаруа қожалыққа да алып бердік, жылма-жыл осы шаруа қожалықтарына алып беріп отырамыз. Сонымен бірге, мына жанар-жағармай, басқа да тауарлық материалдық құндылықтарын арзандатуға үкіметтен мына гектарына субсидия беріледі. Ол субсидияға қазіргі күні құжаттарын жинақтап жатырмыз. Ертең міне август-сентябрь айларында құжаттарын облыстық басқармаға тапсырамыз. Субсидия сол облыстық басқармадан төленеді. Маңғыстау ауданында егін егумен айналысатын барлығы 27 кәсіпкер бар. Ал жыл соңына дейін Шетпе, Қызан елді мекендерінде жаңа жылыжай құрылысы бой көтермек. Гүлайна Мерген, Берікбол Төлекбай, жаңалықтар.